Жақында ғалымдар Тынық мұхитындағы Мариана шоңғымасынан таңқаларлық видео тіркеді. Оны суасты аппараты 11.000 метр тереңдікте жазып алған. Бірақ басты сұмдық аппаратты су бетіне алып шыққанда басталды. Борттағы камерадан әлдебір белгісіз жәндік табылған. Ол бірде-бір түрде ұқсамайды. Денесі желатинге ұқсас, көз орны жоқ, бірақ температура мен дыбысқа сезімтал. Ең қызығы қысым айырмасына қарамастан тірі қалған. Зерттеушілер оны организмс деп атады. Бірақ көп ұзамай үлгіні зерттеген зертхана ғимараты толығымен оқшауландырылды. Ал сол күні жұмыс істеген екі биолог түсініксіз жағдайда ауруханаға түскен. Кейбір теорияларда бұл жәндік жер бетінде бұрын болмаған басқа экожүйенің тірі иесі болуы мүмкін делінеді. Тіпті мүлде өзге планетадан. Ал кей дереккөздерде оны қазір ақштың бір құпия нысанында арнайы резервуарда ұстап отырғаны жазылады. Сен қалай ойлайсың, бұл шынымен жаңа тіршілік иесі ме, әлде кезекті құпия эксперимент пе? Пікірде жаз. Лайк басып тіркеліп кет, келесі видео одан да таңқаларлық болады.